Мінеке Әбдіқадыр аға бүгін Жүзқұдық ауылының тумасы дарынды ұлы ақын Дүнбай ақынды еске алдық. Осы шараның барысында біз білмейтін көптеген ақынның сырларын, жырларын естідік. Ал енді өзіңіздің қалың досыңыз, өзіңіздің сыныптасыңыз, үзеңгілес досыңыз Дүнбай ақын жалпы болмысы қандай кісі еді? Дүнбай ақын болмысы бағанада айтып өттім ғой, ауылдың кішкене ғана сар баласы. Бірге өстік, үйіміздің ортасында үй жоқ еді, бір көрпенің астында өстік. Оның тәрбиесімен өзінің әжесі бар еді, Сүбәгүл деген әжеміз, сол әжеміз айналысты. Бұл Дүнбай өзі жастайынан алғыр, өлеңге, әңгімеге құмар, үлкен кісілерді естіген, ата жолдары, шежіре, тағы сол сияқты әңгімелерге құмар болып өсті. Оның бойындағы қасиеттерін мектеп оқытушылары, сезіп, мектеп директоры оны әдеби жұмыстарға, қоғамдық жұмыстарға жегіп, бойындағы қабілетін одан әрі шыңдай берді. Мен сол досымды бүгін еске алып, өте толқыдым. Сол досым менің қайта туылғандай болды. Ол артында 6 перзент қалды. Немерелері, шөберелері болып жатыр. Міне бүгін слайдтарда көріп жатырмыз. Міне осындай өлмейтін, өшпейтін, артына мұра қалдырған Дүнбай досымның ескі алу кешін өткерген ұжымға, елге, халыққа рахмет. Осындай жиындар бола берсін. Мінеке Мерген аға, бүгін үлкен бір игі шараның куәсі болдық. Алдымен сіздерге мен өз алғысымды айтқым келіп отыр. Аудан халқының атынан, өзімнің атымнан керемет ақынды бүгін қайта жырларын жаңғыртып, туған жерді еске алып жатырсыздар. Жалпы бүгінгі ұйымдастырылған шараның мақсаты қандай еді? Жастарға берер қандай жақтары бар? Бұл сұрақ өзі өте орынды сұрақ қой. Негізгі мақсатымыз мінеки мен келіп осы мектепке бірінші істеген кезімде 50-ден аса оқытушы бар еді осы жерде. Солардың ішіндегі ең кішкентай баласы, ең кішкентай мен едім 88-ші жылы. Менен алдын дәкең 1 жыл алдын келіп, осы жерге келген, қожалық жағдайына байланысты келіп, екеуміз бір 5 жылдай ғана бірге болдық. 5 жылдай ғана бірге кәсіптес болып істестік. Сол кездегі сол анау алдындағы қанша 50-ден аса мұғалім болатын болса, соның ішінде біз екеуміздің қауышып кетуіміз, екеуміздің мінездеріміз сәйкес келді ма, бұлай бір тез аптығымыз ба, бір қызығушылығымыз ба, сондай әйтеуір. Жас ерекшелігіміз арамызда 5-6 жас болса да, осы құрдаста кез келген нәрсеге бірден араласып кете бердік. Сол жағы менен ол кісінің ерекшеліктері менің немде қалды. Сондай қылып. Енді қазіргі жағдайда алып қарайтын болсақ, тіл мәселесі, ұлттық ана тілімізді сақтау мақсатында біздің осы келешек ұрпағымызға сол бұрынғы мінеки ұстаз ақындарымызды дәріптеп, олардың сөздерін жаттатсақ, біз тілге деген бір құрметті арттыру мақсатында бір жағы бұл кісінің мінеки осы декабрь айындағы туылған күні, сол жаңағыдай не болды, бірінші бастауға. Сондықтан игілікке мына Қалипаға сөйтіп не қылып, міне давайте осы нәрсені ұйымдастырайық та, дайын материал бізге. Дүния кезек деген кітабы бар еді, ол кісінің кешегі өмір жолдарын білеміз. Енді ол 5 жылдықты оны айтып отыратын болсақ, оның үлкен бір дастан жыр болады. Екеуміздің тез аптығымыз бір күнде самолетпенен ұшып Ташкентке барып түскенбіз. Осы мектепке сол балдарға инструмент алып келеміз деді. Наурыз тойларында, оның алдындағы, мысалы үшін қазақ мәдени орталығындағы жұмыстары, ол кісілердің сол мені өзіне былай жақындап, кез келген ауылдағы тойларда, мысалы үшін отырып алады да, бұл кісі Ақбай ағаңмен екеуі отырып беташарды жазады, мен айтушы. Сөйтіп бір-бірімізбенен осындай жас ерекшелігімізге қарамастан жақын болдық. Рахмет Мерген аға, мінеки бүгінгі шара расында да өте жақсы, өте сәтті өтті деп ойлаймын, есептеймін. Себебі көп үлкен әсер алдық. Енді мұна біз әдебиет жолында, поэзия жолында жүргеннен кейін өз басым ақынның болмысын жалпы бұдан да көбірек тереңірек ұққандай болдым. Сіздерге үлкен рахмет, істеріңіздің берекесі мен мерекесін көріңіздер, ұжымдарыңыз ұйымшыл, отбасыларыңыз аман болсын. Рахмет сіздерге де, осыны келіп, міне осы жерге келіп қатынасып,
бұл тек үшқұдықпен емес, шекарадан бұны басқа мектептерге де айтқан едік. Кеше шамалы уақытты қызда оқып қалдым, не қылып районаға да айтқанбыз, не қылып. Жақсы, рахмет сіздерге. Рахмет сізге. Сәуірханаға бүгін расында да Дынбай ақынның көп өмір жолдары мен шығармашылығымен етене таныс болдық. Осы орайда сізбен бірге осы бір ауылда топырақта бірге ойнап алдыңызда аға болып қамқорлық танытып, осы өлең шығаруда сізге жол бағыт көрсеткен аға ретінде танып білдік. Енді сол ақынның сіздің көз алдыңызда қандай адами болмыс сақталып қалды, қандай кісі еді жалпы, қалай еске аласыз? Дынбай ағамыз бірінші азаматтық болмыс осы ауыл үшін сақталып қалды десем артық болмайды. Себебі ұлтымыздың намысы үшін қай нәрсеге болса да жанып кетеді осы. Жаман нәрсеміз болса, соны жөндеуге тырысатын, жақсымызды асыруға тырысатын. Ізіндегі өнерге деген інілеріне тіреу, сол қамқоршы болды осы. Ағаларының ақылын тауып біздермен де ой бөлісетін. Біздер енді өнерге сол кісінің арқасында келдік. Ақбай да сол кісінің арқасында келді. Бәрімізге ұстаз десеміз жарасады осыны. Ал ол кісінің адамдық болмысына қарасақ, қазақ тіл әдебиетіне осы жерге, сілші болып жүрген семей жағдайымен осы жерге келді. Сонда әрбір қазіргі қазақтың бір тор азаматтарының бәрі суретімен, сөздерімен бір класс соңғы апарып шықты осы. Біздің Дынбай ағамыз ғой, бұл кісінің айта берсек басқа да қырлары көп. Ұлт үшін, ел үшін ол кісінің азаматтық күнде статуаты біледі. Мінекей игілік қалипа, бүгін расында да сендердің аталарың, Дынбай ақын аталарыңның мінекей өмірі мен шығармашылығын еске алып, осы шараны ұйымдастырған екенсіңдер. Жас келсе іске дейді ғой дана халқымыз. Мінекей жас болсаңдар да осындай тәрбиелік мәні зор шараны ұйымдастырып, көпшілікке ұнап жатыр. Ал енді мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы бүгінгі ұйымдастырған шараларыңыз ойларыңыздан шықты ма? Жалпы алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Бүгінгі шараны ұйымдастырудан басты мақсат біз мына өзіміздің жергілікті ақынымыз атамыз Дынбай Дабылов атамыздың 65 жасқа толуына орай мерейтойын ұйымдастырдық. Біз өткен өмірімізді білмесек, келешегімізді болжау қиын. Біз әлем әдебиеті, қазақ әдебиетінен де бұрын бірінші орында өзіміздің туған жерден шыққан жергілікті таланттарымызды насихаттау, жас ұрпаққа оның қандай адам болғаны екендігі туралы шараны ұйымдастырған болатынбыз. Бүгін шара ойдағыдай шықты деген ойлаймын. Халық көрермен бағасын бере жатар. Кейінде мынау от орнында шоққалар деген қазақта жақсы сөз бар. Бізде мынау қанша көшу заманы болса да әйтеуір Жүзқұдық деген ел бар қазір. Осы елде түтін түтетіп отқан біздің тұрғындарымыз бар. Осы тұрғындарымызбен біргелікте Қазақстанда алыста жүрген ағайындарымызға әрі мынау бір жақсы бір идеяны үлкен ағалар мұрындық болып ұйымдастырған болатынбыз. Негізгі шараның мақсаты Дынбай Дабылов атамыздың өлеңдерін насихаттау, өзіміздің ортамызда жүрген, өзіміздің ортамыздан өткен ұлылар. Сондықтан бүгін біз Әбдіғапар Шөлбаев, Дынбай Дабылов сынды Ақбай ақын сынды ондай жаңағы ұлы тұлғаларымызды ешқашан ұмытпай осы жерде насихаттау мақсатында бүгінгі шараны ұйымдастырдық. Одан кейін Асылдың сынығы, Айдынның тұнығы кешегі Сәбит ағамызда мынау жарқырап шығып жатыр. Бұл да біздің мақтанышымыз. Осы кісі Жүзқұдықтан шыққан. Басты мақсат мынау жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа біздің тарихымыз, ауылымыздың тарихы, ауылымызда қандай тұлғалар өтті, соны насихаттау мақсатында ұйымдастырған шара болатын. Енді шара қолдан келгенше жақсы өтті деген ойдамын. Ең бастысы игілік бұл шараның өту барысында мен өзім бір ырза болғаным, қазіргі бағана айтты ғой алдыңғы ағаларымыз, осы заманға сай тікелей телекөпір жасап онлайн желісі арқылы бүгінгі ақынның ұлы менен
белгілі текке ғана Тәуелбай емес, сонымен бірге Қазақстан жұртшылығына танымал болған Сәбитұлы Дабыл ағамыздың да осындай керемет оқушыларымызды қанағаттандыратындай сұрақтарға жауап беруі, оның әкесіне арналған өлеңдерін оқуы, жалпы осы бүгінгі дәл осы залда қатынасып отырғандай әсер қалдырды менде. Сол үшін сендерге үлкен рахмет, осындай техникамен қамтып, осындай мүмкіндікті жаратқандар үшін. Ал енді Қалипа өзің осы мектепте, бұрында Бауыржан Момышұлы атындағы мектепте бүгінде ұлағатты ұстазсың. Жалпы алдағы жоспарларың қандай? Енді атамыздың шығармашылығы әрі қарай насихаттайтын шығармыз. Бүгін міне Тәуелбайдың Тарлан ақын десем де болады, Қызылқұмның дарабозы Дымбай ақын деген тақырыпта мектебімізде Дымбай атамыздың 65 жылдығына орай кеш ұйымдастырдық. Кешті ұйымдастырудағы мақсатты міне үлкендер айтып өтті ғой. Мінекей бұдан кейін де осы мектебімізде сол атамыз сияқты бізде ұстазбыз еңбек етіп келе жатқан, келешекте өсіп кеткен жас ұрпақтарымызға, өзімізге сол кісінің өлең жырларын насихаттау мақсатында дәріптейміз. Келешекте нәсіп етсе, ендігі жылда осы ауылымызда сол кісінің толған күнін тойлаймыз деген ойдамын. Бұдан кейін де сол атамыздың жырларын жарыққа шығару мақсатында өзіміздің ауылымыздан шыққан ер азаматтарымыздың осындай тұлғаларымыздың бар екендігін насихаттау мақсатында әлі де талай кештерімізді ұйымдастырамыз деп ойлаймын. Рахмет. Расында да құрметті ағайын, ауылына қарап азаматын таны, тау баласы тауға қарап өседі деген ұлағат сөз бар. Біз бүгін осы сөзді шарадан түйгендей болдық. Ең басты Жүзқұдық елінің халқы аман болсын, еліміз тыныш, бейбіт күнде мәңгі бақытты жасай берсін. Мінекей құрметті ағайындар, Дымбай ақынның ауылында, яғни Жүзқұдық ауылында жүрміз. Қазір дәл осы ауылдағы ойын балаларынан ақынның бір өлеңін сұрап көреміз. Балдар бері келіңдер. Келіңдер, амансыңдар ма? Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Не ойнап жатсыңдар? Футбол ойнап жатсыңдар ма? Ой, бәрекелді. Тамаша, кім баласың? Әділдің баласың, ой, бәрекелді. Ей, Дымбай ақынды білесіңдер ма, танисыңдар ма? Мен танимын. Кім таниды? Мен осы ауылда тұрған ғой. Осы ауылда тұрған. Бері кел, сен атың кім? Елмұрат. Елмұрат, Серікбол Елмұрат. Дымбай ақынның өлең білесің бе жатқа? Иә. Тыңдайықшы кәнекей. Қызметі үлкен ұлыққа, болады кершілікта. Арында сатып ақшашын барады арсыз қылыққа. Оны да аят демейді, толтырса болды көмейді. Өз қамын ғана ойлаған, жарымсақ болар көбейді. Осылай ардан безгендер, байлықты ғана безбендер. Ұпа бермес мұндайлар, қиянатына төзбендер. Осыны қостым өлеңге, отыр ғой мыңдар төбеңде. Күшіне халық сенемін, сүрер бір күн төменге. Ой, бәрекелді, тамаша. Керемет, Елмұрат. Саған үлкен рахмет, осы атаңның өлеңін ұмытпай ұлықтап жүргеніне. Бәрекелді. Ал енді әрі қарай ойнаймыз, футбол ойнаймыз. Кеттік әне.